Ой, сәлем бердік әпше, қалайсыздар? Не, тағы үй алдыңдар ма? Иә, тағы үй. Не бәле үй ала беретін? Ақшаларың көп па? Ипотека ма тағы да? Жоқ, әпше, наличка алдық. Наличка? Ойбой, ақша жоқ деп көмектеспейсіңдер ме? Әпшелерің, бауырларың бар, басқаларың бар. Үйді ала бергенше. Кімге алдың бұл үйді? Ой, әпше, ертең Алинұр өседі ғой. Оля, 10 жастағы бала 18-ге толам дегенше 8 жыл шырып кетеді ғой мынайын. Алинұр өскенше қай заман әкел бізге бер. Ауылдан көшіп келейік, как раз Алматыға үй керек болып жатыр бала шағам. Ойбой, мынау немене? Бір бөлме ма? Не мынау? Гардероб қой, әпше. Ойбай, мынау не теңің сен гардероб? Не істейсің бұны? Арендаға бересің қазір. Біреулер алып қояды арендаға. Сосын мынаның бәрін бүлдіреді ғой мына арендаға. Одан да бізге бер, біз тұрайық осы жерде. Енді бұны арендаға вообще берме. Бізге бер, одан да біз кеп тұрайық осы жерде. Не істейсіңдер бұл үйді сонда? Өйстіп қаңыратып қоясыңдар ма, әлде квартирантшы бересіңдер ма? Жоқ, әпше, біз кеше ғана Гүлнара Сәулебекова деген күшті флиппермен танысқанбыз. Сол кісі осындай әдемі үйді қалай айналдырып сату керектігін бізге үйрететін болды. Тым болмай жатса, осы үйді айналдырып сатып, үстінен ақша көреміз. Кім ол, Гүлнара дейсің ба? Иә, флиппер ғой. Берші маған нөмірін. Ой, әпше, кеше ғана үйлері ұнамайды деп жатыр едіңіз ғой. Енді керек болып қалар енді.